Сәлем достар, бүгін сіздерді таң қалдыратын бір ерекше видео күтіп тұр. Елестетіп көріңізші, кейбір адамдардың жасаған ісіне сену мүмкін емес, бірақ олар шын мәнінде Гиннестің рекордтар кітабына кірген. Мұнда адам мүмкіндігінің шегі жоқ екенін дәлелдейтін рекордтар бар. Ал соңғы рекорд сізді тіпті есеңгіретіп тастайды. Сондықтан соңына дейін көріңіз. Ал кеттік ендеше, ең бірінші каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ең соңғы 10-шы орын әлемдегі ең ұзын тырнақтар. Үндістандық Шридхар Чиллал өмір бойы тырнақтарын алдырмаған. Оның ең ұзын тырнағы 197 сантиметрге жеткен. Елестетіп көріңізші, мұндай тырнақпен өмір сүру қандай қиын болғанын. 9-шы орын әлемдегі ең кішкентай әйел. Джиоти Амге есімді үнділік бойжеткеннің бойы небәрі 62 сантиметр ғана. Ол әлемдегі ең кішкентай бойы бар әйел ретінде рекорд орнатқан. Бірақ ең қызығы ол актриса болып, Голливуд фильмдерінде де түскен. 8-ші орын әлемдегі ең үлкен пицца. 2012 жылы Италияда әлемдегі ең үлкен пицца дайындалды. Оның диаметрі 1261 метр болған. Оны жасауға ондаған аспаз бірнеше күн бойы жұмыс істеген. 7-ші орын 1 минутта ең көп поцелуй алу. Жапонияда ерекше рекорд орнады. Бір ер адам небәрі 1 минут ішінде 259 қыздан поцелуй алған. Бұл да ресми түрде Гиннестің кітабына енген. 6-шы орын әлемдегі ең үлкен көз. Тірі адам емес, жануар. 2012 жылы ақш-та ұсталған алып кальмардың көзі 27 сантиметр болған. Бұл футбол добымен бірдей көлемді. 5-ші орын әлемдегі ең ауыр адам. Хуан Педро Эскобионың салмағы 595 килограмм болған. Ол әлемдегі ең ауыр адам ретінде тарихқа енген. 4-ші орында әлемдегі ең ұзақ ұйықтамаған адам. Рэнди Гарднер есімді студент тәжірибе жасап, 11 күн бойы ұйықтамаған, бірақ соңында денсаулығы өте қатты зардап шеккен. 3-ші орын әлемдегі ең үлкен ауыз. Англиялық Франсиско Доминго ауызы соншалық үлкен, ол ішіне бірден 2 банка Кока-Кола сияды екен. 2-ші орын рэп әлемінің аңызы Эминем. Ол 2020 жылы шыққан Godzilla трендіндегі тарихтағы ең жылдам рэпті орындап, Гиннес рекордын орнатты. Бар болғаны 30 секундта 225 сөз айтып үлгерген. Бұл дегеніміз секундына 7,5 сөз. Оны тыңдаған адамдар әлі күнге дейін бұл мүмкін емес деп таңғалады. Ал барлығымызға қызықты болып отырған 1-ші орында. 1-ші орын әлемдегі ең ұзақ өмір сүрген адам. Француз Жанна Кальман 122 жыл 164 күн өмір сүрген. Бұл ресми түрде тіркелген ең ұзақ ғұмыр. Міне достар, сенбессіз, бірақ бұл ресми Гиннес рекордтары. Сізді қайсы рекорд көбірек таңғалдырды? Төменге пікірге жаза кетіңіз. Осындай қызық фактілерді жіберіп алмас үшін арнаға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыз.